Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат және бүгін біз ММА туралы сөз қозғайтын боламыз. Қазақстанның ең үздік жауынгері UFC чемпиондығы үшін төбелесе ме? Міне, осы басты сұрақ барлығымызға қызық болып тұр. Өткен айда тақырбаз Дана Уайт Шавкат пен Билал арасындағы чемпиондық жекпе-жекті жария қылып, желтоқсан айының басына қойып берген еді. Алайда жартылай орта салмақ чемпионы жарақат алдым деп жекпе-жекке шыға алмайтынын айтты. Сондықтан Шәкең жекпе-жексіз қалып, ары қарай не болады? Түсініксіз. Бірақ Шавкаттың айтуынша Билал уақытынан бұрын жарақат алып, әдейі чемпиондық айқасқа шықпай жатыр. Себебі жарақатпен бірге дайындалып жүрген видеосын көріп, UFC компаниясының бұл туралы дым айтпағанын еске алады. Сонда бұл қалай болып тұр? UFC чемпионы өтірік жарақат алып, Шавкатпен шықпай жүр ме? Бәлкім шынымен де солай шығар. Осы жерде Хабиб пен Тони Фергюсонге ұқсас жағдай орын алып тұр. Кезінде бұл екі жауынгер бір-бірімен 5 рет жекпе-жек өткізгісі келген. Алайда ақыр соңында екі жанып тұрған жауынгер, ең үздік жауынгерлер бір-бірімен айқасын көре алмады. Мүмкін Билал Хабибтің командасына дайындалып жатқасын. Бұл дағыстандықтың шығарған айласы шығар. Негізі ойлап қарасаң бұл опция әбден мүмкін. Бірақ Шавкат бекер отырып қалмайын деп UFC компаниясынан уақытша чемпиондық белбеуді сұрап отыр. Және қарсыласы ретінде бұрынғы UFC чемпионы Камару Усманды таңдаған болатын. Бәлкім шынымен де бұл екі жауынгер арасындағы жекпе-жекті көретін болармыз. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі видеомызда біз потенциалды Шавкат Усман арасындағы чемпиондық айқас жайлы сөз қозғайтын боламыз. Шәкеңнен қашқан Билал немесе де Билалды қуған Шавкат деген тақырыпқа әңгіме айтып, Билалдың жарақаты өтірік екенін дәлелдейтін боламыз. Бұл 100% тек қана фактормен дәлелденген зат. Сондықтан видеомызды соңына дейін қарауға кеңес береміз. Әзірше сүт пен шайыңызды ішіп, асыңызды дайындай берсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Достар, видео басталмас бұрын шамалы ғана сұрайтыным бар. Міндетті түрде видеоға лайк басып, 500-ден тұратын комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мысалы, Шавкат уақытша UFC чемпиондығы үшін қай жауынгермен жекпе-жек өткізеді? Менің ойымша бұл Камару Усман. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Сонымен қатар біздің арнамызға да тіркелсеңіздер болады. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында біз 10 000 тіркелушіге жеттік. Ендігі мақсатымыз 15 000 көрермендерге жету. Сондықтан бұл мақсатқа бірге жетеміз деген ойдамын. Ол үшін осы видеомен достарыңызбен WhatsApp және Telegram желілерінде бөліссеңіздер болады. Бұның арқасында сіздер тек біздің арнамызда ғана емес, бүкіл қазақ тіліндегі контенттің дамуына үлкен үлес қосасыздар. Бұл сөздерді тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Ал енді Шавкатқа қайта оралайық. Сонымен, Билал Мұхаммад ресми жарақат алып, Шавкатқа қарсы жекпе-жек өткізбейді. Сөзсіз, қазақ жанкүйерлері мен Шавкаттың бүкіл әлемдегі фанаттары үшін бұл өте үлкен қайғы. Себебі Шәкеңнің UFC чемпионы атануы белгісіз уақытқа созылып кетуі мүмкін. Билалдың жарақатына қарайтын болсақ, аяғына, яғни башпайына инфекция алып, мал болып ісіп кеткен. Осы жерде Билалға үлкен сұрақ пайда болып тұр. Малсың ба? Нағып жүрсің саусағың быт-шыт болып, ірің болып ісіп кеткенге дейін. Бұны тек біз емес, атақты Конор Макгрегор де түсінбей отыр. Оның айтуынша Билалдан чемпиондықты тартып алып, қаңғыртып жіберу керек. Дәлірек айтқаны мынадай. Сен бұған дейін жарақат алған UFC чемпиондарын жерден алып жерге салған едің. Оларды боқтап, балағаттап, біраз жаман сөздер айттың. Өмір алма кезек. Енді бұл заттар сенімен болып жатыр. Бұны көріп рахаттанып отырмын. Не ақшаң жоқ, не жекпе-жегің жоқ, тек быт-шыт жарақатың. Мына бомжды чемпиондығынан айыру керек. Сен ешкімге қызық емессің деген болатын. Жалпы Конор негізі дұрыс айтып отыр. Өмірімде алғаш рет Конордың сөзімен келісіп отырғаным. Бірақ шынымен де Билалдың жарақаты сонша ірің болып кеткенде не істеп жүрді бұған дейін? Чемпиондар өздерінің денсаулықтарына өте қатал қарайтын еді. Мынауың болса, жарақат алғанына мәз болып, Инстаграмға видеолар атып жатыр. Бұл туралы Шавкатта сөз қозғап, Билалдан қашып жатқанын айтқан болатын. Бірнеше күн бұрын атақты ММА журналисті Ариэль Хельваниге сұхбат беріп, Билалдың өтірік жарақат алғаны жайлы үндеген еді. Бәлкім Билал бұның алдына жарақат алып, ескі суреттер мен видеоларды салып отырған сияқты. Себебі Шавкат Америкаға барғанда Билалдың жағдайы жайлы сұрағанда барлығы жақсы және тұрақты деген еді. Ал қазір аспаннан түскен жарақаты пайда болған. Және Билалдың айтуынша қайта оралуына 6 апта керек. Яғни UFC 310 турнирі өтетін күні 7 желтоқсан. Ал Билал 13 желтоқсан дайын боламын деп отыр. Түсініп тұрсыздар ма? Шынымен де сайқалдың қылықтары бірден көзге түседі. Бұл туралы Шавкаттың өзі де айтқан болатын. Билалдың жарақат алғаны туралы тек жақында білдім. Бірақ бұл жарақатпен де төбелесе беруге болады деп ойлаймын. Ол жарақат алған кезде әлі күнге дейін жаттығу жасап жүр деп естідім. Билал чемпиондығын сақтап қалғысы келіп, қашып жүргені көрініп тұр. Бірақ бұдан не пайда? Мен уақытша чемпион болсам, біз бәрібір кездесеміз. Бекер қашудың қажеті жоқ деген болады.
болатын. Бұдан басқа Шавкат UFC 310 турнирінде жекпе-жек өткізгісі келетінін айтты, және бұл жерде жай ғана төбелеспей UFC-дің уақытша чемпиондығы үшін айқас өткізгісі келеді, ал қарсыласы ретінде Камару Усманды қарастырып жатыр. UFC 310 турниріне менің қарсыласым бар, бірақ бұл UFC компаниясына байланысты. Мен кез келген жауынгермен кездесуге дайынмын. Ең бастысы жақсы қарсылас шығып, уақытша UFC чемпиондығы болса. Егер де Усманды қоятын болса, біз керемет жекпе-жек өткізіп, нағыз шоу жасайтын боламыз. Камарудың өзі қарсы емес. Екеуміз де боспыз және рейтингте әдемі келіп тұрмыз. Чемпиондық айқасты күтетін боламыз, деген еді. Бұл туралы Шавкаттың менеджері Саят Абдрахманов та айтып, UFC-мен бұл жекпе-жек жайлы келіссөздер жүріп жатыр деген еді. Бұдан басқа тағы 4 қарсыласты Шавкатқа берген болатын, және сол тізімде басты болып Камару Усман тұр. Жалпы Билал жарақат алып қалды дегенде Шавкаттың командасынан бір жақсы хабар келген еді. Олардың айтуынша Ен Мачадо-Гереге қарсы жекпе-жекті беріп, келісімшартқа қол қойған еді. Тіпті сол үшін бойы Гереге ұқсас соққы тастап төбелесетін спарринг партнерді Шавкаттың командасы іздей бастады, және Шәкеңе көмектесуге орта салмақтың басты проспекттерінің бірі Насурдин Имамов келген болатын. Енді тек басты жекпе-жекке кім шығады деген сұрақ пайда болып, Алекс Перейра мен Магомед Анкалаевтың жауабын күткен болатын. Бірақ өздеріңіз білетіндей, Перейра бұл айқастан бас тартты. Соның кесірінен UFC компаниясының ойлағаны болмай қалып, Ен Гереді Хоаклин Баклиге бере салды. Ал Шәкеңе басқа атышулы қарсыласты іздей бастаған еді. Сондықтан Шавкат Рахмонов пен Камару Усман арасындағы уақытша чемпиондық үшін жекпе-жекті барлығымыз күтетін боламыз. Менің ойымша, бұл жекпе-жек Билалға қарағанда қызық болады. Бұл туралы Усманның өзі демеңіз деп жақын уақытта қайта ораламын деген еді. Және де Камару Усман Шавкаттың дайындалып жатырған залы Килкрифте ашылғаннан бері келе жатыр. Бас бапкері Генри Хоффтың қол астында дайындалып, UFC чемпиондығына қол жеткізген еді. Бірақ командаласы Гилберт Бернспен төбелескен кезде басқа залға барып, жаттығу жасауға мәжбүр болды. Алайда кейін қайта оралып, Шавкатпен бірге жаттығып, спаррингтер жасап жүрген кездерде болған еді. Ал енді міне, өткен күні Килкриф залынан кетіп, екінші жаттығатын жеріне барған болатын. Бұл Денвер қаласында орналасқан Onyx спорт залында дайындығын бастап кетті. Атақты Тревор Уитман атты бапкердің қол астында Джастин Гейджермен бірге спаррингтер өткізіп жатыр. Бәлкім шынымен де Шавкат пен Камару Усман арасындағы кездесуді көретін болармыз. Қазірдің өзінде Шавкат Камару Усманға өте қатты ұқсайтын жауынгермен спаррингтер өткізіп жатыр. Сол сияқты қара, бойы сол сияқты кіші, және де төбелес тәсілде соған ұқсас. Бұны кейбіреулері Усманның өзі деп ойлап қалуы мүмкін. Алайда бұл Анжелус атты UFC жауынгері. Ойбайлатып айтатындай қандай да бір мықты қарсыласты жеңген жоқ. Ортаңқол жауынгер деп айтсам да болады. Бірақ ең қызық жекпе-жектерінің бірін Дана Уайттың үміткерлер сериясында өткізіп, Джек Делла Мадалена атты жауынгермен қырғын төбелес жасаған болатын. Ал егер де қазір Мадаленаны Шавкаттың болашақ қарсыласы ретінде қарайтын болсақ, бұл қара тор жігітпен әлі де жақын танысатын сияқтымыз. Шавкаттың уақытша UFC чемпиондығы үшін төбелесуі жайлы Билал Мұхаммад әңгіме айтып бастаған болатын. Оның ойынша уақытша чемпиондық белбеудің қосудың мәні жоқ. Себебі чемпион ұзақ уақытта кеткен жоқ. Бар болғаны 6 аптадан кейін қайта оралам деген еді. Алайда осы жерде басында айтып кеткенімдей бірнеше сұрақтар пайда болып тұр. Шавкат бұған дейін бұл жарақатты ескі деген болатын, және бұған біз нағыз дәлелдерді тапқан болатынбыз. Білуімізше, Билалдың жарақаты ортаңғы башпайының жара болып, ары қарай инфекция болып кетуі. Бұл туралы Билал 31 қазан күні айтқан болатын. Бірақ егерде Билалдың дәл осы қазан айындағы суреттерін қарайтын болсақ, аяқтары сап-сау, башпайы әдемі болып жүр. Тіпті фотосессия жасап, өзінің залында күліп ойнап жүр. Сіздер айтуыңыз мүмкін, әзеке, сен қуып баратсың, жарақатын жақында алды деп. Ал анау суреттер ескі деп айтуыңыз мүмкін, да? Базар жоқ, оны түсінеміз. Сөзсіз, бұлмен келісуге болады. Бірақ егерде біз Билалдың бұрынғы суреттерін қарайтын болсақ, бір қызық нәрсе көзімізге айқын түсініп тұр. Бұл 5 қыркүйек күні болған сурет. Дәл осы кезде Шавкат пен Билал арасында келіссөздер жүріп жатып, UFC компаниясы Билалды жекпе-жекке шығара алмай жатты. Суретті көріп тұрғанымыздай, Билалдың дәл сол башпайы зақымдалғанын көріп тұрмыз. Кейін дәл осы жарақатпен 14 қыркүйек күні суретке түскенін байқауымызға болады. Көріп тұрғанымыздай, башпайы ота жасалып болғасын, тезірек емделіп қайта оралуы үшін арнайы тейппен жабылып тұр. Ал қазан айындағы суреттеріне мән берсек, башпайы тәп-тәуір, толығымен емделгенін көруімізге болады. Сондықтан сөзсіз, Билал жарақаты жайлы өтірік айтып жатыр. Немесе де әдейі ушықтырып, Шавкатпен шықпай қалудың амалын іздеуде. Неге бұндай түйінге келдім деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Себебі бұл жағдайға адами фактормен қарауымыз керек. Егерде сіздің бір жеріңіз ауырса, бір жеріңізді жара шықса, сіз не істейсіз? Бірден дәрігер шақырып, бұл жарақаттың алдын аласыз. Сөзсіз, қандай да бір ерекше жандар болса,
сөзсіз ондай болады ғой, по-любому. Толығымен быт-шыт болғанға дейін жүре беріп, жарақатын ушықтыратын шығар. Бірақ бұл жерде біз кәсіпқой жауынгер туралы әңгіме айтып жатырмыз. Кәсіпқой жауынгер былай тұрсын, бұл, яғни Белал Мұхаммад, UFC чемпионы. Сондықтан әлемнің ең үздік лигасының чемпионы өзінің денсаулығына былай қарауы үлкен топастық деп санаймын. Немесе де өте ауыр қарсыласқа қарсы жекпе-жек өткізбей, қашып кету үшін өте мықты айла. Бәлкім бұны оның дағыстандық достары айтып отырған шығар. Түсініксіз. Алайда бір затты дәл айтуға болады. Белал өзінің өтірік жарақатымен тек Шавкаттың жағдайын емес, бүкіл UFC компаниясын ауыр халге түсіріп отыр. Сондықтан келесіде Белалға ешқандай мүмкіндік бермей, қатаң түрде төбелесуін талап ететін болады. Ал егер бұдан бас тартса, сонша армандаған чемпиондық белбеуінен айырылатын болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар, Шавкат Рахмонов келесі жекпе-жегін қай жауынгерге қарсы өткізеді? Пікір жазыңыздар. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілінде контенттің дамуына бірге үлес қосайық. Алға Қазақстан. Шавкат міндетті түрде UFC чемпионы болады. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.